Армардақ төлемет, назарларыңызда түйін сөз бағдарламасының кезекті саны. Біз бүгін иманды ұл, ибалы қыз, яғни бала тәрбиесі, баланың ата-ана алдындағы міндеті және қоғамдағы рөлі туралы, және де өзге де маңызды тақырыптарда сөз қозғайтын боламыз. Бізге бүгін ұлағатты ұстаз, халықты іліммен сусындату, шариғи сауаттандыру ісінде, ел ішінде еңбегі елеулі ел ағасы, біртуар азамат, Сарыағаш медресе колледжінің директоры Әбдіғаппар Сманов мырзамен сұхбаттасудың сәті түсті. Олай болса, назарларыңыз бізде болсын. Алдымен ең бірінші тығыз жұмыс кестесіне қарамастан бізге сұхбат беруге келіскеніңіз үшін рахмет, көп уақытыңызды бөлгеніңіз үшін. Бүгінгі бағдарламамызда мен мына тақырыптан бастасам деп отырмын. Дін мен дәстүрдің үндестігі. Сізде қазір өзіңіз білесіз, Кереғар ағымның жетегінде жүрген кейбір азаматтар біздің қазақи дәстүрлерді діннен бөліп алып қарағысы келеді. Халықты соған үндегісі келеді. Осы туралы сіз өзіңіз бір пікір білдіріңізші. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах, амма баъд. Негізі бұл ислам bütün адамзаттың діні, bütün адамзатқа түсірілген Алланың Құр'аны, ақыр заман пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Дін мен дәстүрді бізде көп айтып жатамыз, бірақ біз бұның өз негізгі түп мағынасын түсінбейміз. Шариғатта бұл дәстүр дінге қарсы келмесе, бұл дәстүр алынады. Ал егер дәстүр дінге, шариғатқа қайшы келсе, ол алынбайды. Қолданылмайды. Қолданылмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның дәуірінде Мәдинеге көшіп барған уақытында бір той болды. Тойда енді жаңағылар дәппәдет такатым дейді. Сондай шалады. Даңғара шалады. Содан бұны естіген Омар ибн Хаттаб бір ашуланып өлсе, пайғамбар сөзін тоқта дейді. Бұлардың дәстүрі, бұл шариғатқа ешқандай қайшы жері сала берсін дейді. Осындай дәстүрлер болатын болса, бізде ештеңеге қарсы емес, алына береді. Әсіресе мысалы бізде болса, домбырамен өлең айту. Домбырамен өлең айтқанда мағыналы, мазмұнды, тәрбиелі, рухани өлеңдер айтылатын болса, бұған шариғат ешқашан қарсы келмейді. Бұл енді біздің дәстүріміз. Және де мысалы біздің дәстүрдегі сәлем салу мәселесі осы да көп қойылады. Бұл да шариғатқа ешқандай қарсы нәрсе емес. Себебі біздегі мынау қазір кері ағым деп жатып жатқандарымыз бұл сауатсыз діндарлар. Сауатсыз. Ақида мәселесіндегі бұл руку, сәжде деген нәрсе адамның жүрегіне байланысты нәрсе. Адамның жүрегі мен ниетіне байланысты нәрсе. Мысалы, бұл біздердің келіндеріміз, қазақтың келіні сәлем салып атқанда қайнатасына, қайнапасына, қайнағаларына, о менің жаратқан жаратушым деп иілмейді ешқашан. Бәлкім ол кісінің құрмет ізесінде осы үйдің үлкені, қадірлі адамы деп салады, бұның ешқандай шариғатқа қайшы жері жоқ. Ал біздегі мысалы осы көпшілік адам дін мен дәстүрді араластырып алады. Және де біздің бұл дәстүрдің дәстүр деп айтамыз, бірақ осы көбірек біздің тойларымызда кездеседі, арақ шараппен өткізу, бұны барлығымыз білеміз. Бұл біздің дәстүрімізге де кірмейді, табиғатымызға да сіңбейтін нәрсе. Салтымызға да жоқ. Сол үшін мысалы бұл дін мен дәстүрдің екеуін біз дұрыс түсінуіміз керек. Енді келінді түсіріп атқан уақытта от жағатын бір мәселелер бар. Бұл енді біздерде кем істетін еді, бірақ мына өзбектерде бар бұл әдет, тәжіктерде бар. Келін түсіріп атқан уақытта сол отты жағып, оттың жан-жағын айналып, кейін алып келеді. Бұл дәстүр алынбайды. Қаншалықты
жақсы болса да. Себебі бұл Зардош дінінен келтірілген амал. Ислам келгеннен кейін бұндай амалдың барлығы өшірілген. Бірақ осындай амалдарды да діндарлар адамдар ойламайды. Мысалы 5 уақыт намаздарды оқыған адам бұны алып келмейді. Өңкей анау намаздан ұзақта, діннен ұзақта болған адамдар телевизорда көрген, біреуден естіген, кітаптан оқыған, соны істемекші болып бір жаңалық кіргісі келеді. Бұл жаңалық нәрсе емес, бұл ескілік қалдықтарынан болып есептеледі. Еліктеу. Мынау күнәлардың ішінде өте ауыр күнәлардың бірі ол жаңағы ата-анаға қарсы келу, ата-ананы сыйламау, құрметтемеу. Бұл туралы мысалы Құранда да көп жаңағы аяттар келген. Аллах Тағаланың тарапынан мысалы көптеген жаңағы ата-ананы сыйлау туралы сүрелер мысалы бар. Осы біздің ата-анаға құрмет тақырыбында көп айтамыз, бірақ оны жүзеге асырып жатқан қазір балалар енді былайша айтқан кезде көп емес. Сіз осы ата-ананы құрметтеу тақырыбы бойынша қандай ой айтқан болар едіңіз? Біз осы ата-аналар жайында көп уағыздар айтқанбыз. Әсіресе мен өзім ата-аналар жайында көп. Себебі бізге көптен көп ата-аналар өз баласынан шағым айтып келеді. Енді ана бізде айтады ғой, іштен шыққан шұбар жыланды. Енді оны қамат алмайды, басқа қыла алмайды да. Енді біз қазір сол ата-аналарымызды құрметтемей жатқан балдарды қоғамда көп кездестіреміз. Бұл өте көбейіп кетті. Бұл жалғыз ғана бір жетіспеушіліктен болып жатқан нәрсе емес. Қарны тоқ, бай бағландардың да балдары ата-анасын құрметтемейтін дәрежеге келген. Кешегі біздің қазақ халқы ата-ананы со дәрежеде ұлық қылып көтерген, ата-анаң жынды болса байлап бақты. Менің өзім бір 3 жыл бір жынды адамға қарағанымда, жынды адам, сол бір үлкен бір адамның інісі еді, соған қараған уақытында мен осы мақалды түсінгенмін. Ата-анаң жынды болса баққын байлап бақ деген, ол жынды болған екен, ол қалаған нәрсесін істейді, түпіреді, ұрады, сындырады, соның барлығына өте бір кішіпейілдікпен, мейірмандықпен қарау керек деген мағынаны түсіну керек бұл жерде. Енді Аллах Субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Анишкурли вали-валидайка илайя масирукум» дейді. Маған шүкірлік қылыңдар деді. Және де ата-анаңа шүкірлік қылыңдар. Сендердің қайтып келетін жерің маған дейді. Ең бірінші Аллаға шүкірлік қылайық. Алла бізді адамзат қылып жаратқанына, екінші ата-анамызға сол ата-ананың себебімен дүниеге келгендігімізге. Шариғатта ата-анаға бойсыну уажып. Егер ата-ана кәпір болса да. Тіптен бұл Ибрахим алейхиссаламның қыссасында келтіріледі. Ибрахим алейхиссаламның әкесі мүшрик болған, кәпір болған адам. Сонда бір күні Ибрахим алейхиссалам: атажан, неге сіз бұл жаны жоқ болған, сөйлей алмайтын, көрмей алмайтын бұл бұттарға сыйынып атсыз? Одан гөрі сіз менің Раббым болған, бүтін әлемді жаратқан Аллаға құлшылық қылсаңызшы дегенде, әкесі қатты ашуланып кетіп, және осылай сөйлейтін болсаң, мен сені жазалаймын дегенде, Ибрахим алейхиссалам не деді? Я әбәти деді. Ей атажаным, ей әкетайым, мен сізге истиғфар қыламын деді. Мен сізге Алладан кешірім талап қыламын деп бұрылып кеткен. Демек ата-анаға біздің ол намаз оқымай жатыр екен, ол ата-ана арақ ішіп жатыр екен деп оған дөрекі сөйлеуіміз, оған өте бір дөрекі мәміле қылуымыз, бұл біздің білімсіздігімізге және де дінсіздігімізге келіп тағалатын нәрсе. Ата-ана қай дәрежеде болғанда да ата-ананы сыйлау керек, құрмет қылу керек. Ал қазіргі біздің бұл балдарымыздың ата-ананы құрмет қылмауы, мен 100% айтамын, бұл жалғыз ғана дінімізді түсінбегендігіміздің арқасында.
Al bizde bilesizler, hazır koybay meşitke barma deydi. Baldarını meşitke jibermeymiz deydi. Osu meşitke jibermegendigimizдің arkasında, meşitke barmagandygymyzdың arkasında osu nerseler kelip çıktı bizden. Misal men bala kezdimden namaz oqqam, keşegen Sovetning vaqtında, misal bizning uylarimizde eng birinchi akemizga salam berib, akemizning qo'lina suv quyib, akemizning oyog'ini uqalab, akemiz kelmese tamoqdan dam tartmau tartibi dimmin kelgan. Tibdan akemizning oldida jambastab o'tira olmaymiz. Al hozirgi vaqtda odamlar akasining oldida sigaret chekadi. Şişesinin altında şortuyla cürebiret beymalar. Yat degen nerse yok. Akesinin şişesinin ağzına kegen neşe türlü zaman sözlerdi söyleyibilir. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ata ananıza demeyiniz. En ağır patolog söz bu. Dep koyunca. Kança men jigitlerdi gördüm. Ata anasına boğav söz söylep atkan, ata anasına aykaylap bakırıp atkan jigitlerdi görген vaqtda men tikele betlerine aytkan. Eger ake şişeң öledim bolsa men seni janazaga katыстырмаймын деп. Akesini şişesine dok kılgan, dörekelik мәміле kılgan adam akesinin şişesinin janazasına turuga akысы жоқ. Sebebi ata anana tirilik gününde hurmet kılып gerek. Ata ana razı olsa Allah razı olur, olmasam Allah razı olmaydı. Bizdeki hazır ata anasına tirilik günde hurmet, izzet çok. Bırak ölgenden keyin görüp atsızlar hazır. Neşe türlü mal soyup, neşe türlü ulgan restoranlarda tamak berip жатады. Ol kimge faydası var? Bizдің осы sözümüz sonday beynamaz ata anasını sıylamaytın, hurmetlemeytін azamattарға қатты тиіп atqandığı da бұл aşçı болsa da hakikat. Жаңа сөз басында айтып қалдық біз көп нәрсені, жаңа еліктеуден, біреуден көргенді қарап жасау қазір. Сол нәрседен келіп жатады көп күнәларды. Қазір мысалға ғаламтор деген нәрсе бар. Интернет дейді ғой. Балаларға, жалпы баланың тәрбиесінде қазір алатын орны өте көп. Пайдасы да бар шығар, бірақ зияны да көп. Сіз осы өзіңіз қалай ойлайсыз, бала тәрбиесінде ғаламтордың әсері қандай қазір? Bizim үлкен ұстаздарымыз айтады, интернет бұл пышаққа ұқсаған нәрсе. Бұның екі жағы бар. Bir жағымен kesip de alады. Bir жағымен kespeydi. Bunu faydalansa болады. Бұмен nandı kesуге, етті kesуге de faydalansa болады. Бірақ бұмен адам өлтірсе de faydalanады. İnternet de tuğru osындай нәрсе. Енді қазір bütün барлығы internetке отырып алған. Мейлі, жұмыс істейтін азаматтар болса, оларға мархамат. Бірақ бізде қазір 80% адам жалғыз өсек үшін отырады. Өсек, өтірік, мақтану, өзін жариялау үшін отырады. Қанша уақыттары бекерден бекер кетіп жатыр. Bir үлкен bir адам айтқан екен. Қайсы бір мемлекетті жаулап алу үшін не істеу керек деген уақытында олардың батырларын қыру керек па? Жоқ, керек емес батырлар. Олардың жерінің барлығын жандыруымыз керек па? Жоқ, ол да керек емес. Bir нәрсе ғана қажет. Олардың халқын білімсіздендіру деген екен. Қазір интернетке отырып алып білім жинап жатырмын дегеннің барлығы ашында албастан нәрсе. Kitap деген нәрсе шіркін қалды. Kitap оқылмайды қазір. Енді мысалы тіптен кеше ғана бір әйел баласына тыныштандыру үшін интернетті өзі қосып беріп жатыр. Осы тынышталсыныз. Ол балаға баяғыдай мәбелеу, оған әлде айту, оған жақсы бір ертектер айту деген нәрсе қалды. Өзім тыныш болсам болды деп тұрып, балаға интернетті әлі тілі шықпаған балдарға интернетті қосып беріп жатыр. Енді сонымен тыныштыды ма? Жоқ. Өзі басқа телефонмен басқа интернет керіп жатыр. Қараңыз.
Bir жағынан бала уланып жатыр, екінші жағынан өзі уланып жатыр. Қазір ажырасудың да ең үлкен көп себебі осы ғаламтор болып жатыр. Бірінің күйеуін бірі ұрлап алып қойған, бірінің бірі қиянат қылған, осындай жағдайлар болып жатыр. Бірақ енді сондай ата-аналар бар, балдарына сол ғаламтордан уақытында пайдаланып, уақытында сақтайтын ата-аналар бар. Оларға біз тіл тигізе алмаймыз. Иә, қадағалап, қарап тұрса болады. Бірақ өзінше барлығына телефон беріп қойып, түнімен ұйықтамайды. Түнімен ұйықтамайды. Қазір зерікпейсің. Баяғыда бір өзің отырсаң зерігетін едің ғой. Қазір зерікпейсің. Сен ешкім сөйлемейді. Әрқайсы телефон ұстап алады, өзімен өзі сөйлесіп, әңгімелесіп отырады. Сенің керегің жоқ. Ата-ананың да керегі жоқ. Ағайын туған туысқаның да керегі жоқ. Тіптен кеше бір жігіт айтады, ұстаз дейді, қазір маған әйел де керек болмай қалды дейді. Мен айттым, неге деп болсам, интернетте бәрі бар дейді. Міне, біз осы дәрежеге келдік. Еліктеу деген нәрсенің де шегі бар. Жастар үлгі алатындай, үлгі алатын адамдардың өзі қалмай жатыр. Қарияларымыз, аталарымыз, әжелеріміз, ағаларымыз, әпкелеріміз, батырларымыздан айырылдық біз. Бұл жоқ қазір. Қазір ешкімді ойламайды. Тіптен мен осындай адамға ергесем екен деген арманда қалмай қалды. Бұл бізге ғаламтордың өте үлкен жаман әсерінің арқасында. Аға, мынау қазіргі таңда біздің қоғамда мынау орамал тағып, ұзын етек киетін қыздарға пікір әрқалай. Қолдайтындар бар арасында. Бірақ біздің жаңағы дәстүрімізге сай емес, ол біздің киіміміз деп қарсы келетіндер де бар. Бірақ керісінше сол жаңағы күннен күнге етек жеңін қысқарып, еліктеп, ашық-шашық жүрген қыздарға ешкім ештеңке демейді. Оларды ешкім сынамайды мысалы. Олардың жаңағыдай жүрісі ешкімнің жаңағы ойына келмейді, зиян екендігін ешкім түсінбейтін де сияқты ма, ешкімге әсер етпейді сол нәрсе. Ашық-шашық қалай болса солай жүре береді. Бұл қандай құбылыс? Неге бұлай болды? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de inna Allah ya'murukum an tuvaddul amanati ila ahliha deydi. Elbette Allah Teala sizlerde amanatlarda öz iyelerine tapsıruğa buyurgan deydi. Kız bizge amanat. Barlığımız жақсы kelin alığımız geledi misalda. Barlığımız жақсы kelin alığımız geledi. Bırak soğan say bizden balamız жақсы mı, жақсы emes mi? Endi sol kızlarda hiç kim köşede sigaret çekip durgan kızdı kelin kısı gelmeydi. Жаңағы мен патриотпын, ойбай, анандай, мынандаймын деп хижапқа, орамалға қарсы болып жүрген адамдардың өздері де сигарет шегіп, пиво шегіп жүрген адам келін қылғысы келмейді. Азанда дискотекаға кетіп, түнгі сағат азанға жақын 5-те келетін қызды келін қылғысы келмейді. Ақиқат бұл нәрсе. Енді демек сонда біз қандай қызды тәрбиелеуіміз керек? Біздің Аллах Субхану Тағала айтып жатыр, аманат деп жатыр. Ол аманат не? Ол қыздың ең біріншігі ары аманат, ұяты аманат, киімі аманат, тәлім тәрбиесі аманат. Міне осындай қызды тәрбиелейтін болсақ, кім болсын келін қылып алатын болса, атаңа рахмет деп ырза болып қалады. Кешегі бабаларымыздың өте ұлағатты батыр бабаларымыздың сөзі бар. Енді бұл үлкен тарих, мен бұл өлеңін ғана айтып бере салайын. Қанша сұлу болса да арсызды қатын қылмаңыз деген. Бұл бабалардың сөзі, батырларымыздың сөзі. Қанша сұлу болса да дегені, қараңыз, қанша сұлу болса да онда ар, ұят, İman болмаса, оның керегі жоқ. Себебі одан туылған бала кім болады? Әйел деген уақытта біз келешек ұрпақты түсінуіміз керек. Әйел дегенде. Бізде бірақ әйел дегенде 5 минут пайдаланып қалатын тряпка деп түсініліп жатыр қазір.
5 minutqa raqatına пайдаланып, keyin laqtırып жібереді, болды. Жоқ, әйел дегенде біз қазақ халқының, мұсылман халқының келешегі деп түсінуіміз керек. Әйелін арланбаған, әйелін сақтамаған, қызыны сақтамаған ер емес. Кешегі әжелеріміз қай дәрежеде болған? Кешегі мысалы Бауыржан атамыз, Бауыржан Момыншыл кімнен туылған? Азаны кешіксең дискотекада шашын қырқып алып секіріп жүрген Бикештен туылған ба? Кешегі Мұхтар Әуезов, кешегі мысалы Тұрар Рысқұлов бабаларымыз, тіптен Сталиндер олармен жүздесіп бетпе-бет сөйлесуден қорқып дірілдеп отыратын Тұрар Рысқұлов кімнен туылған? 11 жасында шіркеуге әкеліп оны шоқылдырмақшы болған уақытта мен мұсылманмын деп қашып кеткен сол аналары, олардың аналары кемешекте болған, иманда болған, өте тәрбиелі адамдар болған. Қазір бізде орамал таққан қыздарымызға өте шабуылдар өте көп. Бірақ иншалла мынау көш жүре түзеледі деп бәрі орнына түсіп кетеді деп сенеміз. Ертең иншалла осы мына қазіргі дүниеде ең қатты экономикасы өте қатты дамып жатқан мемлекеттің бірі Индонезия мен Малайзия. Индонезия мен Малайзия қазір экономикада Америкаға жетті. Американың экономикасымен бірдей болып қалды бұлардың. Соларда қарасаңыз мектепте қыздар бір бөлек, балдар бір бөлек, өте бір сауатты, дүниенің білімдерін алып жатыр. Сонымен Құранды алып жатыр, хадисті алып жатыр. Сондай тәрбиелі. Тіптен оларда үйленетін уақытта, тұрмысқа шығатын уақытында қажылыққа бармаса үйлендірмейді, қыздарын тұрмысқа шығармайды. Және біз мысалы 17 күн барамыз, 20 күн, ұзағы 20 күн барғанда қажыларымыздың жүректері сығылып кетеді. Бірақ олар 40 күн жүреді. 40 күн сол жерде жылап, еңіреп, дұға қылып жүреді. Мені қараңыз, келешектегі ата-ана болатын, келешек ұрпақты тәрбиелейтін ата-аналар қандай болу керек? Олар рухани жағынан өте жоғары дәрежеде болу керек. Рухан бала да, қыз да рухани жағынан өте түсінігі мол болуы керек. Бүгін алып келеді, жақса көрем, жақпасақ айта жіберем дейді. Онда біздің адамилығымыз қаны, біздің руханиятымыз қаны, біздің милләтшілігіміз қаны? Қайда біздің? Дініміз, дәстүріміз қайда? Қарасаң, үйленгеннен ажырасқан көбейіп бара жатыр. Жап-жас қыздарымыз ажырастым дейді. Әй, қалай ажырасасың? 6 ай болды ажырастым, 5 ай болды ажырастым деп жатыр. Бұл сол үшін мысалы біз ең бірінші өзіміздің қыздарымыз өте қатты мән беруіміз керек. Мейлі адамдар айтсын. Орамал орап жатыр, вахабис деп жатыр, анау деп мынау. Жоқ, өзіміздің дәстүрлі киім-кешегімізді жолға қоюымыз керек. Дәстүрлі киімдерімізді жолға қоятын болсақ, иншалла бәрі жақсы болады. Орамалдың киесі бар дейді. Кие деген нәрсе не? Кие деген нәрсе ұлылық деген нәрсе. Орамал бұл әйел кісінің зейнеті дейді. Баяғыда мысалы кимешекте болған апаларымыз, әжелерімізді барлығымыз өте жақсы білеміз. Бірақ сол нәрсе жайлап түсті. Ақыр шаш қалды. Міне кеше көрдіңіздер, тақырбас келін келді. Осы тақырбас келін ертең әрбіріміздің үйімізге келмейді деп ешбіріміз айта алмаймыз. Ертең тақырбас мұғалім келеді, әйел кісі. Ол ертең мектепке келеді, университетке келеді. Ол біздің қоғамымызға араласады. Бұл Европаның ең шыңына шыққан мәдениеті. Бұл Европаның мәдениеті. Бұл бізде бұл нәрсе жоқ. Міне осындайлардан сақ болуымыз үшін әрқайсымыздың үйімізге қадамы құтты болатын келіндерді келуі үшін оларды жастайынан орамалмен, өзінің дәстүрімен тәрбиелегеніміз өте абзал болады. Қазір біздің қоғам неге бейжай қарап отыр сіздің ойыңызша осы нәрсеге? Ешкімді алаңдатпай қарап отыр. Бұл нәрсеге иншалла бұл қоғамның бейжай қарауы да бұның мәз мағынасын әлі біле білген жоқ. Бірақ бұл нәрсе ертелі кеш келеді. Оған біз дайын болуымыз керек. Соны түсінуіміз керек. Қоғам өз-өзінен түзелмейді. Қоғамдағы сізбен мен түзелсем, қоғам түзеледі. Себебі қоғам деген сізбен бізден құралған. Қоғамды сырттан біреу түземейді. Сол қоғамда мысалы мен қызыма қарасам, сіз қызыңызға, ана қызына қараса,
Ey oramalın tağır. Bizden koğamda birinciden oramalını bastan cülüp alıp degen hüküm yok. İnşallah mana misal hazır bizde kolejler var. Oramal men okup, öz okup atkan kızlar. Mübarek, Nur Mübarek üniversitelerimiz var misal. Oramal men okup. İnşallah bu narseler jaymen bolar. Biroq koğamda osu narse bolmayatar eken dep turib, koğamның ayıbını ayta beru bu bizge жақсылық alıp gelmeydi. Koğamda jöndeu üçün biz jönlü bolumuz керек, biz durus bolumuz gerek. Bizdeki ülgüle adeplerni көрген vaqtında bulay istese bolar eken bu degen erten ol aklına sanasına жақсы fikirler kelip kalığı mümkün. İnşallah biz so armanmen jasaymiz. Өзгерісті өзімізден бастау керек дейсіз. Iya. Енді қазір тек қана қыздар емес, ер азаматтардың мінезінде де, бойында да бір өзгерістер пайда болып отыр қазір. Еліктеудің салдарынан. Олар туралы не айтасыз? Әрбір нәрсе ата-анаға байланысты. Biz özümüzдің осы жігіттерімізді сонда бір рухани тәлім тәрбиемен тәрбиелеуіміз үшін ең бірінші өзіміздің тарихымызды білуіміз керек. Кешегі елге жоңғар мен қалмақ кірген уақытында ерлерімізді құл өлтірді, қыз келіншектерімізді күң қылды. Сол уақытта атқа қонған, 5 уақыт намазы бүтін, Құр'аны қолында болған, жүрегі алла деп соғатын батырлар шыққан. Ол бәрімізге белгілі, Қаратаудан көшкелі, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айрылған жаман екен, қара көзден мөт-мөт жас келеді деген иманды аталарымыз болған. Қазір біз иманды рухани аталарға мұқтажбыз. Егер рухани аталар, рухани ағалар болатын болса, жастарымыз өзіне келеді. Жастардың еліктейтіні құлағына сырға тағып, мұрнына сырға тағып алып жүрген ағалары болатын болса, одан қандай келешек ұрпақ күтуге болады. Азан айтылса намазға шықпаса, ораза болса ораза ұстамаса, мешіт алдында тұр мешітке бармаса, ондай аталардан қандай ұрпақ шығуы мүмкін. Ақиқаттан кешегі батырлар айтқанындай ар-намысты ұрпақты, ар-намысты ата мен әжелер тәрбиелейді иншалла. Бұл да біз көптен көп дұға қылайық. Қазір мешіттеріміздің барлығында сондай бір жақсы жастарымыз келіп жатыр. Бұған да тәуба, өте шүкіршілік қылуымыз керек. Өкінішке орай болсын, бірақ қазір бізде осы дини тәлім тәрбиенің аздығынан барлығы дини тәлім тәрбие келеді. Мынау Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin prezidentinin bir sözü var. Baldarına adal aramdı üretmeyince deydi. Onu qanday ülken okullarga оқытсаң da bir tiyin deydi. En birinci balanı adal aramını üretip alı gerek. Mana bu yıl biz осы medresemizde lager uyumdastırdık. Осы lagerde 380 balaga şeyin oldu. Ol baldarımız, kızlarımız ise 200'ge жақын kızlar oldu. Solarga kolumuzdan kelgençe dinimizde, terbiyemizde aytıp etip kettik. Sonda bir kızık жағдай oldu. Bir жас сол 7 жасар bala, onu енді мамасы көруге келді. Мамасы енді біздің осы қазір қоғамда өмір сүріп жатқан мамалардың бірі, жеңі мына жерден шашы жалбыраған, жаңағы жарым жалаңаш келіп отырады. Мама, сізден өтініш, екінші былай киінбеңізші, ұят болар екен деді. 7 жасар bala ұят не екенін өсіп, ана әйелге де өте атасына рахмет, жылап жіберді. Баласын құшақтап жылап жіберді де, кейінгі келген уақытында басына әдемі орамал, ұзын көйлегімен келді. Баладан анаға өткен ұят, қараңызшы. Мен өзім қарап тұрдым, сол балаға да, ол бала, мама, екінші бұлай келмеңізші, бұл ұят екен деп жылап жіберді. Анасы жаңағы жылап жатыр да, Құдайға шүкір, оның жүрегінде иман бар екен де, болмасам не бар аналар бар, мен өзім білемін деп тұрып, кететін. Сосын иншалла барлығы тәлім тәрбиеге, дини дәстүрге келіп тақалады. Жақсы.
мынау қазір бізде халал той деген ұғым бар. Қазір көп тойларда, мысалға өзім де көріп жүрмін, қазір халал той деп атайды да, бірақ кәдімгі қатардағы тойлардан ешқандай айырмашылық, өзгешелігі жоқ. Бірақ ерекшелігі ол жерде ішімдік қойылмайды. Дәл сол мына жерде даңғаза музыка, дәл сол жаңағы аста төк тілектер, тосттар. Бір ғана жаңағы арақ-шарап қойылмаса болды. Халал той дегеннің өзі қалай жасалады бұны? Енді негізінде халал той деген сөздің өзі дұрыс емес. Biz Müslümanız elhamdülillah. Toy qanday bolu gerek? Şınayı toy keşede özümüzden atalarımız, babalarımızdan kelip atkan toyda köz aldığımızda biz eliştirilmey kalgamız. Bizde toy degende elbette işu gerek. Arak işu gerek. Elbette arak bolmasa bolmaydı. Yekinçisi elbette erkek bilen ayel bir-birinin kuşaktasın bilew gerek. Şırkaw gerek, sekirew gerek. Şöyle de ertesine ölüp şakşap jatat. Mıyı aşıp, atarablenip olup, birin-birine urusup, töbelesip. Toy degen nerseni düşünüw gerek. Toy bul ruhani baylık. Keşege Qozu Körpeş Bayan Sulular'da salda, keşege Төлеген мен Kızbeklerдің toyunda qanday bolgan? Қазақтың домбырасына ешбір нәрсе жетпейді. Sizге мен сөзіңізге өте бір қосыламын. Жаңағы той деп алады, халал той деп алады да, музыканы сондай айқайлатады. Ол музыка кім айтып жатыр, не деп жатыр? Тіптен жалған дауыс барлығы. Жалған. Haqiqiy dağış çok. Birin ösektegen, birin korlagan bir toy jalgız gana. Endi şili menen bolsa özümüzdün dasturly toy qalay bolat? Er adamlar bölük otur. Ayel kişiler bölük oturup gerek. Er kişilerge adem akındardyň öleňderi, şairlardyň öleňderi. Ayel kişilerge ayel akındarımız kelipdir. Sonda bir inovatda, ibalı, osu tüsüp otkan kelinnin özü ne istew keregi geldigi çayında öleňler aytyladymsa, ol oturgan adamların kança-kançası eserlenedi. Oylanat. Sebebi hazır kızlarımız sonda şart koyup atır. Men ata-anammen turmayım deydi. Ata enimmen turmayımın deydi. Onu kim öğretip atır o? Ata eningmen turmasan, o da turmasa şuğudun ne gereki var? Sol toydun özünde ata-ananın akısı kanday, balanın akısı kanday, kelinin akısı kanday ekendigini barlığın düşündürüp ededim olsa, kança adam düşünetini. Al bizde hazır menin tar kardıma sıygan, mına keng üyüme siyasin dep, 3 günden keyin qaytıp alıp kep atkan jagdaylar bolup jatar. Öte ökünüşte nerse. Öte ökünüşte. Endi bunu da biz жақсылыққа жоруымыз керек. Көш жүре түзелет, иншалла. Жақсы болып кетет деген үміттеміз. Сенесіз ғой соған? Иншалла. Ысырапсыз жаназа. Жақында пәтуа қабылданды ғой. Жаңағы мәйіт шыққан үйде қазан көтерілмесін деген. Біздің ауданда қаншалық деңгейде қолданылып жатыр бұл нәрсе? Енді біздің ауылдарымызда, алхамдулилlah, біздің Сарыағаш ауданы, соның ішінде ынтымақ ауылы, мысалы бізде, бұл кешегі біздің аталарымыз бұл нәрсеге өте қатты тұрып келген. Адам өлгеннен кейін 3 күнге шейін аса болады. 3 күнге шейін. 3 күнге шейін сол өлген үйге көршілері, туған туысқандар тамақ апарып тұру керек. Ол жерде шынымен біреудің әкесі өліп, жүрегі жарылып жылап жатыр. Біреу шешесінен айырылған. Былай айтса, біреу жесір болып жатыр, бала жетім болып жатыр. Оның үстіне келіп бір тоқпақ қылмастан, бәлкім оларға шынайы жанашырлық білдіретін ағайын туған туысқан болса, 3 күнге шейін ол жерде қазан қайнамау керек.
Ағайын туған туысқандар соған барлық апа. Осы біздің ынтымақ ауылы туры сондай жағдайды 80 жылдан бері істеп келеді. Бұл басқа миллетте істелінбейді. Өзбек, тәжіктерде бұл нәрсе жоқ. 3 күннен кейін тамақ береді. Біздің Қазақстан муфтиятында заң қабылданды. Бұл енді көбірек қазір бізде Шардарада жақсы қолға алынып жатыр. Жетісайда өте жақсы қолға алынып жатыр. Біздің Сарыағашта да көп жақсы қолға алынып қалды. Адам өлгеннен кейін 3 күннен кейін тамақ берсе болады. Бірақ сол тамақты да ойланып, ашықта ысырап қылмау керек. Себебі Аллах Субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Кулу вашрабу вала тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин». Аллах Субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап қылмаңдар. Ал бізде қанша қазаны қайнамай жатқан отбасылар бар. Оларға қарайық, берейік, ішкізейік, жегізейік. Біз осы қожа көрсін деген, адамдар көрсін деген нәрседен ұзақ болуымыз керек. Адамдар мақтаса, адамдар айтса, ойбай, пәленше 500 кило палау демдепті. Мынанша адамға сол жыртыс беріпті деген мақтаныш амалдарынан ұзақ болуымыз керек. Қалас, фейсабилилла, Алла үшін істесек, нұр үстіне нұр болады. Жақсы. Абылапарға, қазір мынау қоғамды, адамдарды шариғи, ислами жолға шақырып, шариғи сауаттандыру жұмыстары жүргізіліп, қолға алып жүргізіліп жатыр қазір. Жер-жерлерден өзіңіз сияқты ұстаздар уағыз насихаттар айтады. Жалпы көңіліңізден шыға ма қазір дәл осындай жұмыстар қарқыны? Енді Алхамдулилла, қазір біздің өзіміздің Сарыағаш ауданында кейбір ауылдарға бүтінде қарны қашып кетеді. Бұл ақиқат нәрсе, оны біз жасыра алмаймыз. Жастармен жұмыс істеу жоқ, кәрелермен жұмыс істеу жоқ. Ажырасу мәселесі өте көп, қарыз мәселесі өте көбейіп кеткен. Мешіттерге жана осы жұма намазының өзіне 10-15 адам ғана баратын жағдайлар бар. Енді бұның үстінде біз жұмыс істеп жатырмыз қазір. Қолымыздан келген әрекетіміз істеп жатырмыз. Біз осындай еркін уақытымызда істей алмасақ, ертең қашан істейміз? Жылағанның көзі жаман дейді ғой. Айтқанның аузы жаман, жылағанның көзі. Кейбір кезде қатты айтуға мәжбүр боламыз. Бұл жерде біздің барлығымызға тиетін нәрсе. Әсіресе молда десе бәрімізге тиеді. Біз молдалар өте қатты мықты болуымыз керек. Молдаға неше түрлі өсекті айтылып, таста атылып жатады, соны көтере алатын болғандығы үшін ол молда. Молда соны көтеру керек. Себебі ақыреттен, жәннаттан үміті бар болатын болса. Енді менің айлығым бермей жатыр, үтпей жатыр, бүтпей жатыр деп істеместен жүрген қанша адамдарды білеміз. Жоқ, өкімет барлығын қолға алып жатыр. Айлығын да беріп жатыр. Енді иншалла қазір осы имамдарда біздің Сарыағаш районында почти бір 20% имамдар айлыққа отырды, айлық беретін болды. Енді айлық берілгеннен кейін олар жұмыс істеу керек. Елмен араласып істеу керек. Үйде жатып алып жалғыз ғана Құдай тамақты күтіп, арман қылып жатпау керек. Жаназаны қашан біреу өлер екен деп тұрып, өлігін күтіп отырмау керек. Бәлкім ол істеу керек. Адамдарды ояту керек, тірілту керек. Адамдарға түсіндіру керек. Міне сіздерге де өте үлкен бір рахмет, осында бір передачаны алып, енді мысалы біздің айтқанымызды бұл мешітке келетін адам ғана естеді. Мына сіздердің қазір алып барып жатқандарыңызды бүтін ел көреді. Сол елдің ішінде ең кемде 1-2 адам ойланып қалатын болса, соның өзі өте үлкен сауап. Сіздердің де Алла өмірлеріңіз ұзақ, дендеріңіз сау болып, жәннаты нәйімді Алла нәсіп етсін. Рахмет аға көп-көп. Мынау көріп отырған көрермен көкейінде көп сұрақтарға жауап алды деп ойлаймын сіздің жаңағы айтқан дүниелеріңізді.
Әдемі сұхбатыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.